14 Людовик және ұлы Петр кімнің билігі айтарлықтай шексіз болды. Кейінгі орта ғасырларда батыс Европаның Англия, Франция сияқты мемлекеттерінде шексіз билік орнады. Ол абсолюттік билік деп аталды. Абсолюттік монархияның негізгі белгілері. Корольдің сөзі бүкіл ел үшін заң болды. Король қазынасын өз еркінше басқарды. Соттарды өзі тағайындап отырды. Әскерді өзі басқарды. Салық мөлшерін өзі белгіледі. Салық жинаушыларды өзі тағайындап отырды. Елдің барлық халқы корольдің боданы деп саналды. Францияны біріктіру 11 Людовиктің тұсында аяқталды. 16 ғасырда Франция өзінің аумағын қалыптастырып, батыс Европадағы орталықтандырылған аграрлы ірі мемлекетке айналды. Бірінші Францискінің уақытында бас штаттың шақырылуы тоқтатылды. Олардың орнына нотаблилер, яғни корольдің өзі тағайындаған адамдар тобының жиналыстары өткізіліп тұрды. Елді басқару билігі корольдік кеңестің қолына шоғырланды. 17 ғасырдың бірінші жартысындағы Францияның саяси-экономикалық жағдайы жақсара түсті. Бұл жетістіктерде корольдің бірінші министрі кардинал Ришельенің үлесі зор болды. Ришелье Францияны 1624 жылдан 1642 жылға дейін биледі. Ришелье барлық күшін Францияны дамытуға жұмсады. Француз абсолютизмін одан әрі дамытқан 14 Людовик елді мемлекет бұл мен деген ұғыммен биледі. Оның кардиналы Мазарини 14 Людовик король билігін одан әрі нығайтты. Король сарайын Париж маңындағы Версаль қаласына көшіріп, жаңа сарай салдыртты. 14 Людовик таққа 1643 жылы келіп, 1715 жылға дейін ел басқарды. Король Париж парламентінің қолдауынсыз өз еркімен салық тағайындап, заңдар шығарды. Король Европада алғашқы тұрақты әскердің негізін қалады. 14 Людовикті абсолюттік билігінің шырқау шегінде күн королі деп атады. 14 Людовик Франция аумағының тұтастығын нығайтты. Оның тұсында Францияда мәдениет пен өнер, ғылым дамыды. Король өзіне сән салтанатты Версаль сарайын салғызды. 14 Людовик билік еткен жылдар Франция тарихында ұлы ғасыр деп аталды. Король мен оның төңірегіндегілердің шектен тыс сән салтанаты, әскери жорықтар халыққа салынатын салықтарды көбейтті. Мұның бәрі 14 Людовик билігінің соңына қарай халықтың жағдайын нашарлатты. Король католик дінін ұстанып, оны мойындамағандарды қатаң жазалады. 16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың басы Ресей тарихында ең бір күрделі кезең болды. 17 ғасырда Ресей қоғамы үш әлеуметтік топты құрады. Біріншісі билік басындағылар, екіншісі сауда, өнер, кәсіп қызметкерлері, үшіншісі шаруалар. Әлеуметтік топтар арасындағы бақталастық, билік үшін күрес 17 ғасырда Ресейде дүрбелең тудырды. Негізгі себеп 1584 жылы Ресей патшасы 4 Иванның қайтыс болуы. 1584 жылдан бастап Иван Грозныйдың ұлы Федор патшалық құрды. Оның артында мұрагер болмағандықтан сарай төңірегіндегі тақтан үміткер адам Борис Годунов болды. Борис Годунов 1598 жылы таққа отырды. Ол өз заманының ірі саяси және мемлекет қайраткері болған адам. Ресейдің Европа елдерінен артта қалғандығын түсініп, шет елде оқыған білімді адамдарды әкелді. Борис Годуновтың патшалығына елдегі баярлар тобы қарсы болды. Ресейден қашып, Польшаға барған Чудов монастырінің монахы өзін Дмитрий деп таныстырды. 4 Иван Грознойдың 9 жасында қайтыс болған Дмитрий деген баласы болған.
Польшаның қолдауымен әскер жинап, Лже-Дмитрий немесе жалған Дмитрий Мәскеуге қарсы жорыққа аттанды. Лже-Дмитрий өзін патша деп жариялайды. 1606 жылы жалған Дмитрий өлтіріледі. Өкіметті басып алған боярлар Василий Шуйскийді қолдамады. 1609 жылы Польша королі Ресейге басып кірді. Ресейді қорғау жолында Кузьма Минин мен Дмитрий Пожарский көзге түсті. Мәскеуді азат еткеннен кейін 1613 жылы Зем соборы шақырылды. Зем соборы Ресей патшасы ретінде 16 жастағы Михаил Федорович Романовты қалады. Сөйтіп, Ресей тарихында Романов әулеті таққа отырды. Михаил Романов 1613-1645 жылдары билік етті. Романовтардың билігі 3 ғасырға созылып, 1917 жылға дейін жалғасты. Орыс абсолютизмінің түпкілікті қалыптасуы 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басына келді. Ол 1 Петрдің есімімен байланысты. 1 Петр жаңа идеология мен жаңа тәртіптер қалыптастырды. Бұл өзгерістер барлық биліктің бір адамның қолына жинақталуын талап етті. Ұлы Петр билік органдарын қайта құрды. Патшадан кейінгі жоғарғы билік сенат болды. Сословиялық өкілеттілік ұйымдар Зем соборы Боярлар думасының қызметі тоқтатылды. Елде бұрынғы уездер орнына губерниялар құрылды. Губерниялар провинцияға бөлінді. 1 Петр тұрақты орыс армиясы мен әскери теңіз флотын құрды. Әскери өнеркәсіпті дамытуға зор көңіл бөлді. 1703 жылы Петербургтың негізін қалап, 1719 жылы оны Астана етті. 1715 жылы Теңіз академиясы, 1719 жылы инженерия және артиллерия мектебі, алғашқы мұражай Кунсткамера ашылды. 1721 жылы Ресей империя деп жарияланды. Сәулет өнері дамып, Батыс Европа мәдениетімен байланыс күшейді. Ресейдің шетелде тұрақты елші ұстауы тұңғыш рет 1 Петр патша тұсында басталды.